Қайырлы күн достар, бүгін біз ұшақ ингредиенттен жасалатын үй жағдайында өте дәмді балмұздақ дайындаймыз. Ең алдымен газға қоятын ыдысымызға сүтімізді құйып, орташа отта толықтай қайнатамыз. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқамызды ағынан, сарысын ажыратамыз. Мен осылай ажыратуды жөн көрдім. Бір ыдысқа жұмыртқаны толықтай саламыз да, таза қолымызбен жұмыртқаның сарысын аламыз. Жұмыртқаны салған ыдыстарымыз міндетті түрде тап-таза болуы керек, ешқандай май, судың қалдықтары болмауы керек. Жұмыртқаның ағын тоңазытқышқа салып қойсақ болады, ал сары уызымыздың үстіне бір ас қасық қант салып, 100 мл сүт құямыз да жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді бұл массамызды қайнап тұрған сүттің үстіне өте аз мөлшерде құя отырып, тоқтатпай араластырып отырамыз. Егер де сіздер араластырмай отырсаңыздар, біздің сары уызымыз ыстық сүтте пісіп қалуы мүмкін. Енді бұл массамызды өте жай отқа қойып, тоқтатпай қоюланғанша араластырып отырамыз. Бірақ та бұл массамызды қайнатып жіберуімізге болмайды. Егер де сіздер бұл массаны қайнатып жіберетін болсаңыздар, ыртық-ыртық болып қалып, мороженое шықпай қалады. Міне осындай көпіртіктер шығып жатқанда бөлек ыдысқа аламыз да, толықтай бөлме температурасында суытамыз. Ақуызымызды тоңазытқыштан шығарып, үстіне қантты салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Біздің ақуыз салынған ыдыс, венчик барлығы тап-таза болуы керек. Енді бұл массамызды қайнап тұрған кастрөлдегі судың үстіне қоямыз, яғни су моншасына қойып, 7-8 минуттай толықтай ерітіп аламыз. Біздің массамыз осылай ысиды және де толықтай ериді. Содан соң оттан алып, миксердің көмегімен аппақ пена пайда болғанша миксерлейміз. Біздің аппақ ақуызымыз осылай формасын ұстап тұру керек, төңкергенде ағып кетпеуі керек. Жаңағы сары уыз қосылған массамыз толықтай суыған соң, үстіне бір ас қасық ақуызды салып, жай-жай осылай лопатканың көмегімен араластырып отырамыз. Ақуызымыз біткенше тура осылай араластырып отырамыз. Содан соң бір миксерлеп жіберсеңіздер болады. Біздің балмұздағымыз осымен дайын. Өздеріңіз қалаған әртүрлі ыдыстарға құйып, мұздатқышта қатырсаңыздар болады. Мен осындай бір контейнерге құйып қатырдым. Енді бұл балмұздағымызды тоңазытқышта 3-4 сағат немесе бір түн ұстасаңыздар өте жақсы болып қатады. Балмұздақ өте дәмді, күшті болып шығады. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Баршаңызға сәттілік тіледім. Сіздермен болған Раушан.